Армысыздар, көрермен. Арнама тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңыздар. Бір құрбым бар, жасы 30-да, тұрмысқа шықпаған. Онымен танысқалы анасымен ренжіседі де жүреді. Жуырда анасымен ұрсысып, пәтер жалдап, бөлек шығып кеткен. Бөлек шықса да, телефонда қырылысып отырғаны. 3 жылдан бері ол анасын жамандайды. Ал мен кешіре сал, анаңның тірі жүргеніңнің өзі бақыт қой деумен келем. Өткенді қозғай берсең, реніш шыға береді. Анаң да ол кезде жас болған, қателескен шығар. Кешір, өп-үлкен қызсың, анаңнан ешнәрсе күтпе. Сонда ешкімге ренжімейсің, деп білгенімше ақылымды айтам. Тыңдайды. Бірақ кешірімге келмейді. Ол тек анасы емес, туған ағасымен де жеңгесімен де араз. Соңғы кезде ақыл айтпайтын болдым. Әйтсе де 10 жыл бұрынғы кикілжіңдерін қайта-қайта айтып, сол өткеннің өкпесінде өмір сүріп келе жатқан оған жаным ашиды. Өткен аптада үйге келді. Анамның суретіне қарап отырып, анасыз өмір қандай болады екен, деп сұрады. Айтқым келді, бірақ сөз жетпеді. Өксік тығылып, жылап қалдым. Анамның өмірден өткені жүрекке сыза түсіріп, жанды жегідей жейді. Өзіңді бұл өмірде ешкімге керек еместей сезінесің. Мағына жоғалады. Алайда амал жоқ. Құдайдың берген жасын жасау үшін тірі жүресің. Менің анам 1 жыл бұрын Раббысына қайтты. Ауырып, соңғы 3 жыл өмірінде химиотерапия алып жүрді. Бірақ бізге сыр бермеді. Көңілді жүретін, әрқашан мені әлі 100 жасаймын дейтін күлімсіреп, біз сенетінбіз. 2024 жылдың басында күнделік арнауды бастады. Онда қыздарына, ұлдарына ақыл-кеңес өсиеттерін жазып жүрді. Сұрағанымда, әр ана перзенттеріне өсиет жазып қалдыру керек деді. Мен өлейін деп жатырсыз ба? Деп едім. Баяғы сөзін қайталады. Мен өлмеймін. Бірақ бұл жолы дауысы басқаша шықты. Әлсіздеу. Көктемде талып құлады. Жедел жәрдем шақырдық. 2 күн ауруханада жатып көз жұмды. Дәрігер қолыма бірақ парақ ұстатты. Анамның жазған қоштасу хаты екен. Қазір оқыған сайын жылаймын. Анамның әр демі, әр сөзі, күлімдеп қарағаны баға жетпес алтын екен ғой. Кейде бізге ештеңе ұнамай, анамыздың сөзіне қарсы шығып, өзіміздікі дұрыс деп тұрамыз. Бірақ уақыт өте келе, ол сөздердің ішінде махаббат, қамқорлық, уайым бар екенін түсінеміз. Анасы бар адам ең бай адам екен, бірақ көпшілігіміз бұл байлықтың қадірін жоғалтқанда ғана білеміз. Анасы барлардың басындағы алтын тәжді анасы жоқтар ғана көреді. Бүгін құрбым тағы анасына өкпелеп, онымен ұрысып қалғанын айтты. Ал мен анамды сағынып, көз жасымды тия алмай отырмын. Ұрысса да, айқайласа да, назар аудармаса да, жай ғана тірі жүргенде ғой, шіркін дедім іштей. Оның бір ауыз қызым деген сөзін есту үшін бәрін берем. Құрбыма айтқаныммен ол бәрібір түсінбейді. Ал оқырман, сіз анаңызға ренжіп жүрсеңіз, татуласыңыз, кешіріңіз, құшақтаңыз, сүйіңіз. Себебі ана мәңгілік емес, бірақ анаға деген сағыныш мәңгілік екен. Мен енді тек естелікпен өмір сүрем. Сағынсам күнделігін оқып тілдесем. Оның мен өлмеймін деген сөзі жадымда, тіршілігімде мәңгілікке сақталып қалды.